Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Жұлдыз. Бүгін сіздерге тәтті пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Бізге керегі бөлме температурасындағы сары май және ұн. Екеуін жақсылап араластырып, крошка жасайтын боламыз. Құрметті көрермен, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Каналымнан өте оңай, қолжетімді заттардан жасалған тағамдар мен тәттілерді рецебін таба аласыздар. Енді осы ұнымыздың үстіне бір шай қасық қопсытқыш қосып, толықтай араластыратын боламыз. Енді бізге бір жұмыртқа және қант керек. Екеуін қосып, жақсылап жұмыртқамыз ағарғанша осылай шанышқымен араластырамыз. Және қантымыз толықтай еруі керек. Немесе сіздерде қант ұнтағы болса, сонымен жасасаңыздар болады. Қантымыз осылай ерігеннен кейін осы жасап қойған крошкамыздың үстіне құятын боламыз. Жұмсақ қамыр шығуы керек. Егерде қамырларыңыз бірікпей жатқан жағдайда кішкене үлкен ас қасықпен бір ас қасық сүт қосыңыздар, немесе кішкене қаймақ қосып жіберіңіздер. Осы керекті заттардың ингредиенттерді видеоның астында описанияда қалдыратын боламын. Мінекей толықтай қолымызбен қысып отырып, жұмсақ қамыр шығатын болады. Қамырымыз толықтай иленгеннен кейін салафанға салып, тоңазытқышқа сала тұратын боламыз. Құрамында май болғандықтан жылы жерге ұстасаңыздар, май еріп кететін болады. Сондықтан тоңазытқышқа ұстай тұратын боламыз, салмасын дайындағанша. Енді бізге салмасын дайындау керек. Бізге бір банка вареный сгущенка керек, варенка. Толықтай бір банканы құятын боламыз, және осыған бір жұмыртқаны ағын қосатын боламыз, яғни белок. Сарысын қамырдың бетіне жағатынға алып қалатын боламыз. Міне бір жұмыртқаның ағын қосып, миксермен жақсылап толықтай екеуі бірігіп араластыратындай жақсылап араластырамыз. Белогымыз толықтай варенкамен араласуы керек. Енді осының үстіне ұсақтап туралған грек жаңғағын қосып, күрекшемізбен араластырамыз. Бұл жерде енді миксердің қажеті жоқ. Мінекей толықтай араластырғаннан кейін тоңазытқышта тұрған қамырымызды алып, жайып формамызға салатын боламыз. Кішкене ғана бөлігін алып қалатын боламыз. Менде форманың диаметрі 22-лік. Егерде сізде 24-лік форма болатын болса, бетіне қойғанға қамыр алмай қойсаңыздар болады. Менде форма 22-лік, сондықтан кішкене қамыр артылады, оны бетіне қойып шығатын боламын. Мінекей формама толықтай қойып шықтым, барлық жеріне жайып. Енді осыны шанышқымен астын тесіп шығатын боламыз, бұл қамырымыздың көтеріліп кетпес үшін. Осыған дайындап қойған салмамызды саламыз енді, және кішкене қалған қамырымызды жайып, бетіне қойып шығатын боламыз. Мінекей салған қамырымызды тегістейміз, барлық жеріне бірдей етіп. Және де жаңа кішкене артылған қамырымызды жайып, бетіне қойып шығатын боламын. Егерде сіздерде қамыр артылмаған болса, бұл міндетті емес. Осылай бетіне ештеңе қоймай ақтап пісіре берсеңіздер болады. Мінекей қамырларымызды толықтай қойып шықтым. Енді осының үстіне жаңағы алып қалған жұмыртқаның сарысын кесішкемен жағып шығатын боламыз. Және де қызып тұрған духовкада 180-200 градуста қамырлары сарғайғанша пісіріп алатын боламыз. Менде духовкада ұзақтау тұрғандықтан осылай
кішкене қаттырақ қызарып кетті, бірақ өте дәмді шықты. Пирог өте дәмді, шаймен ішкенге. Сіздер де жасап көріңіздер. Және де осы видео ұнаған болса, лайктарыңызды, комментарийларыңызды қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған Жұлдыз.